Ассалаумағалейкум. Тұлпар мініп туалған ұлттық жобасын қолдау мақсатындағы Қобыланды батыр жырынан үзінді оқудың отбасылық эстафетасын ақын Олжас Отардың шаңырағынан қабыл алып, Қазақстан Республикасы президентінің баспасөз хатшысы, журналист Берік Уәли мырзаның отбасына, өнер жанашыры, меценат Айтілеуов Тәубәжан мырзаның отбасына, ұлағатты ұрпақ қоғамдық қорының президенті, драматург Жәнібек Әлкен мырзаның отбасына және өнер жанашыры Нұркен Әлдибековтердің отбасыларына жолдаймыз. Аузын үріп, сыпырып, маңдайынан иіскеп, шөкірғіп қаққа тұрады, аршын басты бурулы, қабырғада қанаты, сұлтанымның жанаты. Күн түсірмей көзіне, жел тегізбей өзіне, үстіне шатыр тіккізді, құртқа сынды сұлуың, айтса сөзін өткізді. Көп нөкерін жүгіртіп, не керегін жеткізді, үйір болып сол жерде 40 күнге шейін бурылға қуықтың сүтін емізді. Және 40 күн біткенше қысырдың сүтін емізді. 80 күні біткесін, 90 күні жеткесін, арымасын талмасын деп, маңқа қолға болмасын деп, жеміне қосып қызғұртқа қызыл дәрі жегізді. Тұлпар мініп туалған бабаларым